бұл бізде екінші часть. Короче, мынаны түсіндім мен жаңа. Қарадым соткадан. И сендерге қазір айтамын. Ең бірінші. Қазір күте тұрыңдаршы. Қазір мен сендерге түсіндім, достар, короче. Енді түсіндім. Бағанада түсіндім. И қазір сіздерге түсіндіремін. Менің дәптем. Тамашанан бір бала сыптады, короче. Бүйтіп жазып жатырмын. Ойбай! Мен, короче, бүйтіп жазып жатырмын. Жиырма түр дегенде бүйтіп сып кетті. Короче, сосын оны жақсы алып тұрмын, конечно. Сосын барып мына жерде әдемі қылып жаздым. 24-ші жалқы есіммен және жалпы есім. 32-де білмесеңіздер, қазір мен айтайын. 32-де мына. 32-де мысалы жазасыздар. Күн жадын жазасыздар, сосын тақырыпты жазасыздар, сосын қарсы келе жатқанда сәлем берем қарттарға. Көп жаса деп біреуі маңдайымнан сүйеді, бабаларға болайық деді бірі қол жайып. Өстіп күнде бата алам, кездескен әр атадан. Емнаяқты дос бар. Қанат Марат екеуі қамшы өре алады. Таңат талап екеуі тамаша ән салады. Самат сағат екеуі төгілтіп күй шертеді. Жанат Манат екеуі киім көшек тігеді. Балаларды өнерлері есептен сен көр енді. Сұлтан Қалиұлы. Бізде жаттау бар. Мынаны жаттаймыз десең, я отырып етіп. Әдебиеттен жаттау бар, 4-ші оқу болады ол. Ертең біз 3-ші оқу, 4-ші оқудыкін сол жаттап қойын деп тұрмын. Мен сендерге айтамын, 32-де мына жерде қарттарға деп жазасыңдар, бабаларға деп жазасыңдар, атадан деп жазасыңдар. Мына жерде жазасыңдар. Тарас, Тобыл, Мағжан. Мына жерде бар мене. Ешеде, мына. Мен қатшысы қоғам. Мағжан, Тараз, Қаратау, Тобыл. 34-те батамен ер көгер. Мына жерде жаңбырмен жер көгерер. Достар, жазайық давайте. Мен алып, жұмыс өйдеу жазадым. Ал камера, либо мен сендерге түсіндірем деп әжірім ғой. Енді мына жерде камерам бек айналдырайын. Мына жерде мысалы сананың ұйқысы дана. Мына жерде мына екеуін ауыстыра бересіздер. Сананың ұйқысы дана. Дананың ұйқысы сана. Даланың ұйқысы қала. Қаланың ұйқысы дала. Короче, солай. Біріншісінде мұнаны қоясыздар, д-ны қоясыздар. Ал екіншісінде мұнаны қоясыздар, с-ны қоясыздар. Ал мына жерде д-ны мына жерге қоясыздар. Жоқ, мына жерде қ-ны мына жерге қоясыздар, ал д-ны мына жерге қоясыздар. Солай, короче. Қазір мен жазам фокуспен. Немде жоқ, дәптерімде жоқ, үй жұмысы деп жазам, қараңдар. Достар, жазып болдым. Пока.